Менің есімім Нұргүл Ералиева болады. Болат Назарбаевтың Салиқалы ұрпақ қорынан азық-түліктей көмек аламын, жалғызбасты анамын. Бізде кемінде айына 40-50-дей қаражатымыз, 40-50 мыңдай қаражатымыз продуктыға кететін. Сол ақшамызды үнемдей келе қазір міне кішігірім өзіміздің бизнесімізді ашып жатырмыз. Үлкен алғысымызды білдіреміз. Бұл бизнес арқылы өзіміздің жаңағы болашақ балаларымның жоғарылатып, киім кешегін дегендей басқа да жағдайларын көтерсем деймін. Балаларымның документін дұрыстауыма көп септігі тиді. Сол қаражатымды үнемдеу арқылы және де осындай өз бизнесімді кішігірім болса да бастауға көп септіктері тиіп жатыр. Бұл салонды ашқандағы бірінші мақсатым балаларымды аяғымнан тұрғызсам дедім. Екінші мақсатым бұрын өзімде осы жұмысты атқаруыма байланысты мен тырнақ әрлеу және кірпік қоюмен айналысамын. Сол сала бойынша жалғызбасты көпбалалы аналарды осы жұмысты дамыту арқылы тегін үйретіп, оларға жаңағы бір күндік азығын бергеннен гөрі өмірлік сабақ ретінде жұмысқа қамтысам деген ойым бар. Алланың қолдауы біріншіден, екіншіден енді әрине әр жерде де жүретін сол қаражат мәселесі болып жатқан жағдайда солай қылып аналарды тегін үйретіп, қамтып, болашақта өз нанын табуға баулысам деймін. Көп балалы аналардың семьясында бір үйден бір адамды болса да солай көтеру мақсатында ашып отқан жағдайым бар. Бұл нәрсені баста өзім оқып үйренгелі бері 8 жылдай уақыт болды. Арасында әрине енді бір қатты науқас жағдай болды онкологиядан. Сол жағдайда жатқан кезімде бұл кісілер көмек қолын созып, осы аурудан емделіп аяқтан тұруыма көмектесті біріншіден. Оның үстіне жаңағы адамға моральный көмек деген болады. Сол нәрсе жетіспеген жағдайда бұл кісілер соны сөзбен көмек беріп, мені жігер беріп осы жұмысқа көтеруге итермеледі. Осы ісімді қайтадан бастауға, ауырдым деп жігерім сынып, сағым сынып, жатып қалмауға баулып, осылай жұмысымды көтеріп кетуге маған күш берген кісілер. Сіздерге үлкен алғысым шексіз. Салиқалы ұрпақ қоғамының құрылтайшысы Болат Назарбаевқа алғысымыз шексіз. Және де осындай халыққа көмек беріп атқанына рахметімізді көп. Жалпы менің емес, халықтың алғысы көп. Ол жерде қаншама аналар алып жатыр, мұқтаж жандар, көп балалы аналар алып жатыр. Әрқайсының өзінің бір ісі алға басып атқанына да куәгер болып жатырмыз. Осы қоғамның директоры, Салиқалы ұрпақтың қоғамның директоры Қасым ағамызға да алғысымыз шексіз. Осыны осылай ұйымдастырып, қолға алып, осындай жалғызбасты аналардың, мұқтаж жандардың бар екенін елеп ескеріп атқанына алғысымыз шексіз.